Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы кестелі элементтердің графикалық ұсынылуы. Сабақтың мақсаты электронды кестеде диаграмма құру, яғни Excel бағдарламасында диаграмма құру. Диаграмма құрмастан бұрын біз диаграмма сөзіне тоқтала өтейік. Яғни диаграмма дегеніміз ол сандық ақпаратты көрнекі және графикалық түрде ұсыну екен. Сонымен қатар диаграмманың бірнеше типтері бар екен. Соларға тоқтала кетейік. Гистограмма, сызбалық, дөңгелек, жолдық, нүктелік, биржалық, ауқымдық, беттік, жапырақты және аралас. Енді оқушылар, біз практикалық жұмысқа өтейік. Ол үшін Excel бағдарламасын ашамыз. Мен алдын ала Excel бағдарламасында 7-ші сыныпта оқитын оқушылардың саны жайлы ақпарат енгізіп қойдым. Енді осы 7-ші сыныпта оқитын оқушылардың санына байланысты диаграмма құруымыз керек. Ол үшін біз керекті ақпаратымызды белгілеп аламыз. Диаграмма құру үшін осы 7-ші сыныптардың оқушыларының саны қанша екенін біз ставка қойнауына өтеміз. Одан кейін мына тұрған диаграмма типтерінен кез келгенін таңдап аламыз. Біз қазір гистограмманы таңдап алайық. Міне оқушылар, өздерің көріп отқандағыдай Excel ортасына диаграмма құрылды. Енді оқушылар, бағана мен жазған 7-ші сыныптардағы оқушылардың санына сәйкес пе екен? Соны тексеріп алайық. Диаграммадағы сандармен, мысалға 7А-да 21 оқушы, 7А-де 19, 7Б-да 24, 7В-да 16. Міне оқушылар, біз осылай диаграмма құрамыз Excel бағдарламасында. Енді балалар, біз үй тапсырмасына көшетін болсақ. Әрбір оқушы өз отбасындағы адамдардың жасын көрсететін диаграмма құру. Әрине үйлерінде диаграмма құралатындай мүмкіндік, яғни компьютер болса. Егер де компьютері жоқ оқушылар болса, онда оқулықтың 81-ші бетіндегі 6 сұраққа жауап беріп келеміз.